Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз екінші А топ металдармен танысамыз. Ендеше сөз кезегін металдардың өздеріне берейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Берилеймін. Мен ақ түсті, жеңіл әрі қатты металмын. Мені теңіз балдырларынан және көкөністерден таба аласыздар. Ассалаумағалейкум. Мен Магнимін. Жеңіл әрі ақ түсті металмын. Егер жүйке жүйеңнің мықты, осы sepтерінің мығым болғанды қаласың, какао ішіп банан же. Сонымен қатар асқабақты ұмытпа. Сәлем, мен кальцимін. Менің түсім ақ және жеңілмін. Сенің сүйегінің қаттылығына жауап беремін. Егер мықты болғың келсе, сүт ішіп, ірімшік жеуді көбейт. Сонымен қатар мені жұмыртқа мен балықтан таба аласың. Hello. Men Strong지만. Men 아주 주다 shumsaq металмын. Кальций보다는 가슴다 실업 сүйегінің мықты болуына, тісіңнің дамуына үлес қосамын. Кейде магний보다는 орнына да жұмыс істеп, жүйке жүйеңнің қалыпты болуына жауап беремін. Бірақ ескертетінім, 보다는lara қарағанда радиоактивтімін. Яғни егіздерім ағзаңа түссе, лейкемия, лейкоз аурулары туындауы мүмкін. Тыныс арқылы барғанда, өкпеңде фиброзы өзгеріс тудыруы мүмкін. Bonjour, мен Баримін. Мен ақ түсті, жұмсақ, созылғыш металмын. Сендердің ми, көз бұлшықеттерінің дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етемін. Егер мен болмасам, жүрек және қан тамырлары ауру пайда болады. Сондықтан теңіз балдырларын, басқа да суаз өсімдіктерін және соя бұршақтарын қолдануды ұсынамын. Hola, men Radim'in. Men aşıltıstı, radyoaktifti metalmın. Meni medicinada katerli esigarolarını imnüde. Naftravakanda, gamma terapiye de hollanada. Men yüzünde tapanı falında da dayagan rokun. Sonuftan, menin sahbol balakay.